Рахмет, балалар, отыра қойыңдар. Бүгінгі сабағымыз біздің қай сабақ? Қазақ тілі. Олай болса, бүгінгі сабағымызды керемет көңіл күймен өткізу үшін барлығыңды шаттық шеңберіне шақырамын. Сәлем достарым! Сәлем ұршыларым! Бүгінгі көңіл күйлерің қалай? Жақсы! Тамаша! Онда біз бүгін күн шуағы ойынын бастаймыз. Күн шуағы 4-ші А сынып оқушыларынан түседі. Ал балалар, біз 3 топқа бөліндік. Олай болса, күн шуағы керемет ашылды, е? Біріншілер парасаттылар тобына кеп отырыңыздар, екіншілер инабаттылар тобына кеп отырыңыздар, үшіншілер әдеттілер тобына кеп отырыңыздар. Балалар, біз қандай бөлімді өтіп жатырмыз? Біз құндылықтар тарауын өтіп жатырмыз. Тамаша, құндылықтар тарауында нені меңгердік? Ал айта ғой. Біз көркем мінезді меңгердік. Тамаша, тағы да ұмытасың. Біз кішіпейілдікті үйрендік. Тамаша, Кәусар айта ғой. Біз жылы жүрек үйрендік. Тамаша, керемет. Әдеттілікті үйрендік. Рахмет, балалар. Біз қай әлемге саяхат жасадық? Айжан? Біз синтаксис әлеміне саяхат жасадық. Тамаша, синтаксис әлемінде нені меңгердік? Синтаксис әлемінде синтаксисті екіге бөлінетінді үйрендік. Жақсы. Синтаксис қалай екіге бөлінеді екен? Сөз құрамы мен сөйлем. Тамаша, керемет. Біз синтаксис әлемінде біз сөйлеммен де таныстық, е? Олай болса, бүгін біз сөйлемнің түрлерімен танысамыз. Мына сөз жұмбақты дұрыс шешсеңіздер, бүгінгі сабағымызды тақырыбы шығады. Айта ғой, Елназ. Бұл ребустар Ж және Ай, құрма және Л және де Ас. Жай құрмалас деген сөз. Тамаша, яғни бүгінгі сөйлеміміз жай сөйлем және құрмалас сөйлем деген тақырыпта сабақ өтетін боламыз. Бүгінгі сабағымызды, құрметті оқушылар, мына критерий бойынша бағаланатын боласыздар. Құрмалас сөйлемнің тыныс белгісін қояды, түрлерін ажыратады, мәтіндегі негізгі ойды анықтайды, сөйлеу мәдениетін сақтайды, мәтіннің тақырыбын анықтайды, негізгі ойды тұжырымдайды біздің білім алушылар. Қазір мына бейнебаянды көретін болсақ, бүгінгі сабақтың біз тақырыбын ашатын диалог тыңдайтын боламыз. Әли мен Дананың диалогын тыңдасаңдар, бүгінгі сабақты сіздер жақсы меңгеретін боласыздар. Міне қызық. Осы балалар, кері байланыс жасап жіберейікші. Қаламсақ, ортада әдісі кәдімгі қаламсақты ортаға тастаймыз. Мынау кімнің қаламсағы? Менің қаламсағым. Нұртас, сізге сұрақ. Жай сөйлем дегеніміз не? Жай сөйлем дегеніміз бір тиянақталған ойды білдіреді. Керемет, жарайсың. Келесі, мына парасаттылар тобына. Мына қаламсақ кімдікі? Аяжан, сізге құрмалас сөйлем дегеніміз не? Құрмалас сөйлем дегеніміз бір немесе одан да көп сөйлемдерден тұрады. Бір тиянақталған ойды білдіреді. Кәні, түзеу қанша тиянақталған ойды білдіреді? Кәусар? Екі тиянақталған ойды. Бірнеше ойды білдіреді. Керемет. Кәні, бір-бірімізді от шашу әдісімен марапаттаймыз. Оқушылар, біздің қазақ тілі сабағымыз жазба жұмысын не басталушы еді? Диктант. Олай болса, сөздік диктантын жазамыз, 12 сөзден тұрады. Ал денеміз тік ұстап, азат жолдан бастаймыз. Көз, күн, дала, жапырақ, біз әр жазба жұмысын дескриптор арқылы бағалаймыз, өз-өзімізді. Олай болса, мен сіздерге қатесіз
көркем жазуға бердім. Және 2 түрек сөз арқылы 2 жай сөйлем құрастыруды бердім. Және де 2 жай сөйлемнен құрмалас сөйлем құрастыруды тапсырдым. Мен тапсырма бойынша. Олай болса, осы тапсырманы кері байланыс жасап жіберейік. Қаламсап ортада. Мына қаламсап кімдікі? Жантөре жауап бере ғой. Күз келіп, жапырақтар сарғайды. Керемет, Жантөре. Жантөрені бағалап жіберейік. Тамаша. Тамаша. Келесі енді инабаттылар тобынан қаламсап ортада әдісі бойынша. Мына қаламсап кімдікі? Ақзереге сұрақ. Сіз қандай құрмалас сөйлем жасадыңыз? Мен құстар жылы жаққа ұшып кетті. Балалар, құрмалас сөйлем бе? Жоқ. Қандай сөйлем құрады? Жай сөйлем. Келесі енді әдептілер тобынан мына қаламсапты алдым. Кімнің қаламсабы? Асылай. Сөйлемді айта ғой, құрмалас сөйлеміңді. Күз келді де құстар жылы жаққа ұшып кетті. Дұрыс па балалар? Иә. Кәнеке Асылайды бағалап жіберейік. Тамаша. Мынау балалар біздің республикамыздың туы. Ол ту үнемі биікте болу керек. Қазақстанымызды биікке көтеретін сіздер жас ұрпақсыздар. Олай болса бүгінгі сабағымызды бағалау парақшамызға 10 балдық жүйе арқылы туымызды 1-ден 10-ға дейін көтереміз. Қазір кім мына тақтада дескриптор бойынша тірек сөзді пайдаланып сөйлем құрастырдың ба? Олай болса 1 жоғары балл көтереміз. Тыныс белгісін дұрыс қойдыңыз ба? Құрмалас сөйлемді дәлелдедіңіз бе? 3-ші балға көтереміз. Көркем көшіріп жаздыңыз ба? 4-ші балға көтереміз. Ағаштың қасынан өтіп келе жатқанда көкөк шақырды дейді. Сонда біреу тұрып, әй көкөк. Шығармасын тыңдадық. Ыбырай Алтынсариннің шығармасының аты не? Олай болса осы шығарманың аясында біз кері байланыс жасап жіберейік. Мына топтан қызыл түтікше тақтаға шыға ғой. Ыбырай Алтынсариннің әңгімесін оқыдың ба? Ол осы мәтінде сен не түсіндің? Бұл мәтінде мен достықты сатпауды түсіндім. Сен бұндай нәрсе сенімен өмірде кездессе, сен оны қалай шешер едің? Ақылмен шешер едім. Біз келесі сабағымызды жалғастырамыз. Сабағымыз галереяға саяхат деген әдіспен жүргізілген. Олай болса, мен қазір сіздерге бір жай сөйлем таратамын. Ал сіздер осы жай сөйлемнен галереяның ішінен екінші жай сөйлемді іздеп тауып, құрмалас сөйлем жасаймыз. Жарай ма? Қазір галереяға саяхат жасап келді, құрмалас сөйлем жасады деген үміттемін. Мына күн шуағы кімнің басына түседі, сол адам сол құрмалас сөйлемін айтып береді. Кері байланыс жасап жібереміз. Кәнеке Айша. Мен оқулықты ашып, тапсырмасын орындадым. Керемет, от шашу. Ал балалар, енді ойымыз автобус аялдамасы. Парасаттылар тобы қандай құрмалас сөйлем жасадыңыздар? Ол бүгін ерте келіп, өтір сабағын орындады. Дұрыс па балалар? Кәнеке, қол соғу әдісі. Балалар, сабағымыз да соңына жетті. Олай болса біз рефлексия жасап жіберейік. Бөлмедегі заттар әдісі арқылы әрқайсыңыз бөлмедегі заттардың атынан сөйлейтін боласыздар. Мен бүгінгі сабақта мынаны үйрендім, мынау қиын болды, мынау тапсырма қызық болды деп пердемі, партама, орындықта болып сөйлейтін боласыздар. Ал балалар, бүгінгі сабақта қорытып жіберейік, кімге қызық болды, қандай қиындық туды және не үйрендіңдер. Ал Азірет айта қойшы, бүгінгі сабақта не үйрендің? Мен бүгінгі сабақта құрмалас сөйлемді құрауды үйрендім. Жарай, сөздеріңіз дескриптор арқылы бағалап отырдыңыздар, Ал Кәнеке, туымыз қаншалықты деңгейде көтердіңдер? Қазақстанға қаншалықты үлес қостыңдар? Кәнеке, көтерейікші, кім қанша балл алды? Айша, сіз қанша балл алдыңыз? Мен 9 балл алдым. Асылай, қанша балл алдыңыз? 10 балл. Бауыр, қанша балл алдыңыз? 10 балл алдым. Алихан, қанша балл алдыңыз? 8 балл. Қанша балл алдыңыз? Мен 10 балл. Құрметті білім алушылар, осымен қазақ тілі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше қош сау болыңыздар.